Кеше Алпекең робототехникадан бір олимпиадаға қатысып қайтты. Сөйтіп ол жерден олимпиада өткен жерге барсам, бір өзі отыр коридорда, охранниктің қасында. Бәрі кетіп қапты жоқ. С ним девушка. Бір қызбен, бір қыз бар екен қасында. Сөйтіп барып сұратам, Алпеке қалай өтті, не қылдың десем, екінші орын алдым дейді. Құттықтап қойсаңдар болады Алпекеңді. А мог первое занять? Что не хватило? Вот теперь вознаграждение, поход в театр. Вот, соған енді сыйлық ретінде бүгін театрға барамыз балалармен бірге. Я думаю, в кафешку пойдем. Жоқ, театрға барамыз. Кстати, вы посмотрите, сколько у нас подписчиков? Жарайды, қараймыз. Дайындалып жатыр шайны деп. Қалайсың, қызым? Жақсың ба? Еще анам сол. Ұйқыдан тұр жаңа ғана. Мама! Неге келдік, йога центр деген ішінде болады екен. Қойылым, театр деген. Қуанышбек пен Қоңыр. Жақсы. Рахмет за идеи, за то, что провели классный Алзашар. 9 класс оқиды. Project management туралы біліп кетті кеше. Впервые узнал, да, об этой специальности? Да, благодаря Азату. Дай бог, станешь лучшим продакт-менеджером. Спасибо, спасибо. Ага. Мы сегодня пришли в театр теней. И мы хотели прийти, и мы пришли. Ну, чуть-чуть раньше. И нам придется сейчас ждать. Пришлось сейчас ждать. И сейчас, Интересное комнатное растение. Білетін шығарсыздар, иә, балалар қазір көлеңкелер өздеріне жақын, өздері білетін ертегі кейіпкерлерінің көлеңкелерін көреді, бірақ оның мысалы түсін білмейді, қандай көз екен, қандай шаш екен, мүмкін көбелек бір сары түсті шығар, қызыл түсті шығар. Соны қазір өз фантазиясын артып, оны көре алады. Балаңызға көмектесе аласыздар, міне қара. Бірде жоғары, бірде төмен қарай ұшып, тіпті кірпіні басып кете жаздады. Ал кірпі аспанға қарап, жұлдыздар деді. Ол жұлдыздарды бірінші рет көріп тұрғандай таң қалып қарап тұрды. Шалшық суда да жұлдыз бар екен, ал үкі болса кірпінің артынан шалшық суға дейін барында. Ол суға қарап еді, бірақ өзінен басқа ешкімді көрмеді. Үкі сәл ғана көңілсіз әрі таң қалып, өзінің аяқтарымен суды шалп еткізіп ұрып қалды.
что она вас покупает. А вот я пью сидишь шоколадом. Ну покажи ей форму. Это же было в кармане. А я его сильно шоколад. Он сейчас закрывается хорошо. Сейчас повод открывается. ертегінде ойнасам болады не істеп жатыр не істеп жатыр қайда ол барды қай жақтан келді иә жаманатты қойсақ екеуі бір жерге барып Эмир, ты с этой стороны будь. Эмир, где? Ты ходи с этой стороны и туда показывай. А тут на экран закрыл. Да, вот так вот. Söyle Danara, söyle не Danara. істеп жатыр қалай ойлайсыңдар не істеп жатыр аю не істеп жатыр олар дос па иә қайда бара жатыр олар Апамыз қарап. я прям ішіне кіріп өздері бәрін бір үлкен ертегі қойсаңыздар да болады осындай экранда көрсеткенде біраз осы жерге отырайық не істеп жатыр қайда қаншама жануар бар иә іште кім ертегі баяндап береді мүмкін арамызда бір бала бар бір ертегі баян Давай, ты что? Ой, да. Балалар рахаттанып жүгіріп ойнап жүрсің міне. Вы меня не погодите. Давай, давай, давай. Догоняй. Раз, два, три. Бүгін біздің балалар сабағы достыққа арналған, тақырыбы достық. Сондықтан бізде бүгін выездной детский класс. Бағана біз театрға бардық, достық туралы спектакль көрдік, балалар өздері жасап көрді. Енді үйде ойнаймыз сонымен. Одан бөлек біз Қазақстан мен Корея арасындағы достығымы үшін салынған саябаққа келдік. Корея бағы деп аталады. Сол тақырыпты, достық тақырыбын жалғастырып келіп отырмыз балалармен. Я хочу кола, Кама. Я тоже попал. ішінде не бар екен деп албамыз қызығып жүр. Это очень страшно. Дайте камеру. Я хочу посмотреть. Я хочу вам показать. Можно показать? Где?
Алпамыз Анар байқадыңдар ма? В общем, Анар аяғын қайда түсіп кетті? Бір аяғы суға түсіп кетті. В общем, аяқ киімі су. Енді үйге қайту керек болады, енді амал жоқ. Бізде форс-мажор басында Анар судың ішіне түсіп, аяғы су қылдырып алды. Алпамыз еще дальше пошел. Он в воду провалился вообще. Аяғын тастап кетті. Анау судың ішінен провалился в воду. Это урок им раз и навсегда. В общем, көктемде мұздың үстімен жүрмеу деген.